Құлсары қаласы жол жауып тұрады мыналар, милициялар. Міне жігіттер жүріп жатыр. Мынау Қалил Жайлөзов деген аудан әкімі. Şimdi biz akil vanjırga yoldan çıkında, yolga çıkında deb o'zini alıp çıktık. Altımızda geldik, sana hazırlık ettik bu. Dağız akil koş buradan yatırsa құптай нәрсе ғой, соны бір естуге болады ғой. Біз сенен деген миллиондап, миллиардтап ақша сұрап отырғанбыз ғой. Ой, айтатын дұрыс жоқ ғой. Айтатын адамдар бар, мен емес айтатын. Мен айтам. Жақсы шешім қабылдап жатыр деп ойлаймын өзім. Сендерге де солай деп қалай ғой? Шешім қабылдап жатыр. Халықтың айтқанын тыңдап жатыр. Тыңдамай қазір қырсынып жатқан жоқ. Сондықтан қарай осыны ертең келесі елде біз халық сіздерге атып етіп береміз. Біздің қалай біз береміз міндетіміз. Сіздердің айтқандарыңыз жоғарыға береміз. Одан етпеңдер, біз береміз. Халыққа бір тарату керек қой, қалай солай. Ана бизнесмендер жағдайы деп жатса, халықтың жағдайы жоқ па сонда? Қараватан давай. Мысалға жігіттерге вредность төлемейді, вредность жоқ. Бірақ сыртындағы адамға сүт береді за вредность. Оны мысалға қалай түсесіз? Үш жердің авасын өзі қаласыз мысалға. Қайдағы білмеймін, маған ешкім ақша беріп жатқан жоқ.